Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін 7-ші сыныпқа арналған ақынмен қоштасу тақырыбында диктант. Барлығы мәтінде 117 сөз және мәтін 2 абзацтан, диалогтардан тұрады. Алдымен әдеттегідей мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Ақынмен қоштасу. Нөсер құйып берді, жол лайсаң. Алтай күзінің басталысы қатты, таубасы аппақ, қар жауып қалған. Күз нөсері үнсіз, күркіремей жауады. Терек басында қарғалар қарқылдап жүр. Жылдың қай мезгілінде де мынау атамекенінен ешқайда ұзап кетпей, туған жердің үстінде қалбақтап жүрудің көзі де ғанибет-ау. Махмұт атқа қонды. Бір кезде өрелдің өрінде өзі озып кеткен Шағиман шалдың баран торысы бұл. Шағиман Махмұттың кітап толы қоржынын қанжығаға бөктеріп тұрып: «Шырағым, бұл әрі-бері ұшыртып барып болдырып қалатын ұшқыр ат емес. Бүлкек желіспен-ақ жер танабын қуыратын шаруаның торысы. Мә, қамшы, ал жолың болсын, балам. Артыңнан ай, алдыңнан күн туғай. Қош болыңыз, Махмұт аға, бұл шәкірт бала көксеген еді. Қош, аяулы аға, бұл Нұрмаш еді». Осымен достар, мәтінмен таныс болдық. Енді диктантымызды жазамыз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Ақынмен қоштасу. Жазамыз: ақынмен қоштасу. Бірінші сөйлем. Нөсер құйып берді. Азат жолдан бастап жазамыз. Нөсер құйып берді. Сөйлемді тексереміз. Нөсер құйып берді. Келесі сөйлем. Жол лайсаң. Жазамыз. Жол лайсаң. Сөйлемді тексереміз. Жол лайсаң. Келесі сөйлем. Алтай күзінің басталысы қатты. Жазамыз. Алтай күзінің басталысы қатты. Сөйлемді тексереміз. Алтай күзінің басталысы қатты. Келесі сөйлем. Тау басы аппақ, қар жауып қалған. Жазамыз. Тау басы аппақ, қар жауып қалған.
Сөйлемді тексереміз. Тау басы аппақ, қар жауып қалған. Келесі сөйлем. Күз нөсері үнсіз, күркіремей жауады. Жазамыз. Күз нөсері үнсіз, күркіремей жауады. Сөйлемді тексереміз. Күз нөсері үнсіз, күркіремей жауады. Келесі сөйлем. Терек басында қарғалар қарқылдап жүр. Жазамыз. Терек басында қарғалар қарқылдап жүр. Сөйлемді тексереміз. Терек басында қарғалар қарқылдап жүр. Келесі сөйлем. Жылдың қай мезгілінде де мынау атамекенінен еш қайда ұзап кетпей, туған жердің үстінде қалбақтап жүрудің өзі де ғанибет-ау. Жазамыз. Жылдың қай мезгілінде де мынау атамекенінен ешқайда ұзап кетпей туған жердің үстінде қалбақтап жүрудің өзі де ғанибет-ау. Сөйлемді тексереміз. Жылдың қай мезгілінде де мынау атамекенінен ешқайда ұзап кетпей,
Туған жердің үстінде қалбақтап жүрудің өзі де ғанибет-ау. Келесі сөйлем. Махмұт атқа қонды. Жазамыз. Махмұт атқа қонды. Сөйлемді тексереміз. Махмұт атқа қонды. Келесі сөйлем. Бір кезде өрелдің өрінде өзі озып кеткен Шағиман шалдың баран торысы бұл. Жазамыз. Бір кезде өрелдің өрінде өзі озып кеткен Шағиман шалдың баран торысы бол. Сөйлемді тексереміз. Бір кезде өрелдің өрінде өзі озып кеткен Шағиман шалдың баран торысы бол. Келесі сөйлем Азат жолдан бастап жазамыз. Шағиман Махмұттың кітап толы қожынын қанжығаға бөктеп тұрып. Жазамыз. Шағиман Махмұттың кітап толы қоржынын қанжығаға бөктеріп тұрып. Сөйлемді тексереміз. Шағиман Махмұттың кітап толы қожынын қанжығаға бөктеріп тұрып. Келесі сөйлем диалог. Шырағым, бұл әрі-бері ұшыртып барып, болдырып қалатын ұшқыр ат емес. Жазамыз. Шырағым, бұл әрі-бері
Ошыртып, ошыртып. Барып, болдырып. Қалатын, ұшқыр, ат, емес. Сөйлемді тексереміз. Шырағым, бұл әрі-бері ұшыртып барып болдырып, қалатын ұшқыр ат емес. Келесі сөйлем. Бүлкек желіспен-ақ жер танабын қуыратын шаруаның торысы. Жазамыз. Бүлкек. Желіспен-ақ жер танабын қуыратын шаруаның торысы. Сөйлемді тексереміз. Бүлкек желіспен-ақ жер танабын қуыратын шаруаның торысы. Келесі сөйлем. Мә, қамшы. Жазамыз. Мә. Қамшы. Келесі сөйлем. Ал жолың болсын, балам. Жазамыз. Ал жолың болсын, балам. Сөйлемді тексереміз. Ал жолың болсын, балам. Келесі сөйлем. Артыңнан ай, алдыңнан күн туғай. Жазамыз. Артыңнан ай, алдыңнан күн туғай. Сөйлемді тексереміз. Артыңнан ай, алдыңнан күн туғай. Келесі сөйлем. Қош болыңыз, Махмұт аға, бұл шәкірт бала көксеген еді.
Жазамыз. Қош болыңыз. Махмұт аға. Бол шәкірт. Бала. Көксеген. Еді. Сөйлемді тексереміз. Қош болыңыз, Махмұт аға. Бұл шәкірт бала көксеген еді. Келесі соңғы сөйлем. Қош аяулы аға. Бұл Нұрмаш еді. Жазамыз. Қош аяулы аға. Бол Нұрмаш еді. Сөйлемді тексереміз. Қош аяулы аға. Бұл Нұрмаш еді. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып беремін. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Бағалау критериялары видеоның астында жазылған. Каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Ақынмен қоштасу. Нөсер құйып берді, жол лайсаң. Алтай күзінің басталысы қатты, таубасы аппақ, қар жауып қалған. Күз нөсері үнсіз, күркіремей жауады. Терек басында қарғалар қарқылдап жүр. Жылдың қай мезгілінде де мынау атамекенінен ешқайда ұзап кетпей, туған жердің үстінде қалбақтап жүрудің өзі де ғанибет-ау. Махмұт атқа қонды. Бір кезде өрелдің өрінде өзі озып кеткен Шағиман шалдың баран торысы бұл. Шағиман Махмұттың кітап толы қоржынын қанжығаға бөктеріп тұрып: «Шырағым, бұл әрі-бері ұшыртып барып болдырып қалатын ұшқыр ат емес. Бүлкек желіспен-ақ жер танабын қуыратын шаруаның торысы. Мә, қамшы, ал жолың болсын, балам. Артыңнан ай, алдыңнан күн туғай. Қош болыңыз, Махмұт аға. Бұл шәкірт бала көксеген еді. Қош аяулы аға. Бұл Нұрмаш еді».